Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. Тоқтар Әубәкіровке 75 жас. Ғарышкердің туған күніне орай қазақтың тұңғыш ғарышкері атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Жас кезінен алдына қалайда ұшқыш болуға мақсат етіп қойған арманшыл жандардың бірі Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысының 1 Май ауылында туған. Ата-анасынан жастай жетім қалған ол апасының қолында тәрбиеленеді. Тоқтар үшін өзі балалық шағын өткізген аяулы мекенін көк жүзінен көру арман болды. Тоқтар Әубәкіров ең алдымен бос уақытында аэроклуб үйірмесіне қатысып, парашюттен секіруге әуестенді. Осылай асыл арман аясында жүріп, ол орта мектебін бітірген соң Армавирдегі ұшқыштар училищесіне оқуға түсті. Инженер ұшқыш атағымен училищені бітірген Тоқтар қиыр шығыста жұмыс істеп жүріп, 1 класты әскери ұшқыш атағын иеленді. Өз ісін жетік меңгерген маман ретінде ол аса жауапты да қиын жұмыстар атқарды. Түрлі маркадағы бірнеше әскери ұшқышты сынақтан өткізді. Албырт жастың әлде алдына қойған мақсаттары көп еді. Ақыры ол өз арманына жетті. 1986 жылы Тбилиси авиакрейсеріне МиГ-29К дыбыстан жылдам ұшатын ұшағын қондырып алып, сол кемемен әлемде тұңғыш рет трамплиннен ұшып шықты. Осы батырлығы үшін Тоқтар Әубәкіровтің есімі Гиннестің рекордтар кітабына жазылды. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256-шы ғарышкері. Ол қаһарман атанып, қазақ халқының мерейін тасытар сәттен бұрын ұшақпен ұшудың жаңа әдісін тәжірибе ретінде көрсетті. Тоқтар Әубәкіров 50-ден астам жаңа ұшқыштарды сынақтан өткізді. Осындай өміріне аса қауіпті сынақтарды жүзеге асырғаны үшін ержүрек жігітке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Қазақ жігіті отан алдында жасаған ерлік әрекеттерін әлем жұртшылығы алдында дәлелдеуін осылай бастады. Өз өміріндегі ең бірінші бір шуақты сәт жайлы Тоқтар былай деп әңгімелейді. Ол кезде ғарышқа тек Тоқтар Әубәкіров емес, бүкіл қазақ баласы ұшып бара жатты. Сонда мен рапортты басқа тілде беруім керек пе? Рас, ол уақытта мен қазақ тілін жете білмейтін едім. Себебі 30 жыл ғұмырым орыстар арасында өтті. Сонда да тілімді бұрап, мен қазақпын, мен ұшуға дайынмын, қазақ халқы үшін, дедім. Кемеміз от алып, жерден көтеріліп бара жатқанда, қандай сезімде болдыңыз дейсің? Жалпы ғарышкерлердің арасында жазылмаған мынандай заң бар. Ғарыш кемесі көтерілер сәтте «Поехали» деп айту керек. Ол сөз Юрий Гагариннен қалған. Бірақ мен осы дәстүрді бұзып, халқым, сен үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын, дедім. Қазақша айттым. Ол сөздерім таспада бар. Ресейдегі әскери қызметтен босаған соң Тоқтар Әубәкіров тәуелсіз мемлекетіміздің ғарыш саласындағы істеріне басшылық жасады. Елбасының ғарыш істері жөніндегі кеңесшісі болды. Тоқтар Әубәкіров техника ғылымдарының докторы, профессор, Кеңес одағының еңбек сіңірген ұшқыш сынақшысы, авиа генерал-майоры, авиация. Қазір Тоқтар Әубәкіров Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, халық қалаулысы. Елімізде туындап отыратын күнделікті мәселелерге белсене араласып, олардың оңтайлы шешулерін үлесіне қосуда. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.